Биыл жеміс көшетін отырғыздық. Құнарлы топыраққа отырғыздық. Уақытымен суарып жүрміз, бірақ жеміс көшетіміз көктемей тұр. Отырғызғанымызға 15 күндей болды. Енді будандастырған жерінен 6-7 бүршікті санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 бүршіктен үстінен қиып тастаймыз. Ішінде жасыл рең бар. Демек біздің көшетіміз көктеу керек. Тағы да суарып, баптап қараймыз. Түбіне аптасына 1 рет корневин езіп құямыз. Тағы бір аптада сұйық қылып гумат езіп құюға болады. Осыдан кейін біздің жеміс көшетіміз көктеу керек. Біздер сабағын, шыбығын азайтып, оның тамырына көмек беріп жатырмыз.